Бүгін біз Астананың Конгресс орталығындамыз. Мұнда спорттық бағдарламалау бойынша Қазақстан чемпионатының қорытынды кезеңі өтіп жатыр. Іріктеу кезеңдерінің нәтижесі бойынша еліміздің ең мықты 40 бағдарламашысы, олардың қайсысы чемпион болатынын білу үшін Астанада жиналды. Чемпионат осы жылы өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бұл менің чемпионатта екінші рет қатысуым. Жалпы ұнап отыр, өйткені таныс адамдармен қайтып кездесу, олармен бірге қайтадан есеп шығару, осы өз арамызда жарысу өте бір қызықты бір сезім береді. Каспий сияқты компаниялар келіп, осы чемпионат жылдан жылға масштаб өткеріп жатыр. Программистерді қолдау ол дұрыс, олардың біздің болашағымыз. Сол себепті Каспий дәл болашаққа инвестиция жасайды. Спорттық бағдарламалау дегеніміз ол тек қана жарыс емес, ол ертеңгі IT мемлекетті құру, ол ертеңгі цифрлық жобаларға қатысу. Сондықтан барлықтарыңызды құттықтаймын.